Барлықтарыңызға сәлем қыздар. Бүгін сіздерге ыстық тағам борщтың рецептімен бөлісемін. Міндетті түрде видеоны соңына дейін қараңыздар және менің YouTube парақшама тіркеліп, жанындағы қоңырауша белгісін белгілеуді ұмытпаңыздар. Ең алдымен керекті заттарымызды осылай турап дайындап аламыз. Бізге бір пияз керек, сәбіз, одан кейін жылқының туралған еті, томат, одан кейін сұйық май. Бірінші ыдысымызға сұйық майымызды құйып аламыз. Менде ыдысым 3 литрлік ыдыс, сұйық майды 2-3 ас қасық қостым. Жылқының туралған етін қалағандарыңызша қоссаңыздар болады. Осылай турап алдым. Қасына қабырғадан, сүйектен қоссаңыздар да болады. Дәмді болып шығады. Енді етімізді араластырамыз да бетін жауып 5 минуттай қуырып аламыз. Астын жай қойып қоямыз. Етіміз қуырылды деген кезде үстіне туралған пиязымызды қосамыз. Пиязымызды да 5 минуттай қуырып аламыз. Бір рет араластырып жіберіп, бетін жауып қуырып аламыз. Пиязымыз қуырылды деген кезде енді үстіне туралған сәбізімізді қосамыз. Тағы да дәл солай сәбізді де бетін жауып кішкене қуырып аламыз. Қуырылды деген кезде енді үстіне томатный қызанақ пастамызды қосамыз. Менде ол қолдан жасалған паста. Мен бұдан 2-3 ас қасық қостым. Сіздер одан көбірек қоссаңыздар да болады. Енді қуырылды деген кезде үстіне суымызды құямыз, салқын суымызды құямыз. 3 литр кастрюль менде, бетін жауып қоямыз суымыз қайнағанша. Қазір ең соңында қызылшамызды қосқаннан кейін сорпамыздың өзі қып-қызыл болып шығады. Енді сорпамыз қайнаймын дегенше капустамызды жіп-жіңішке етіп турап шығамыз. Маған капустаның жартысы де кетті, көп кетпеді қыздар. Мінекей капустамызды тураймыз. Енді капустамыздың барлығын турап болдық. Мінекей дайын болды, жіп-жіңішке болып туралды. Енді мінекей сорпамызда қайнап қапты. Үстіне мен осындай китайский тұз, кристальный тұз дейді, немесе соны жарты шай қасық қостым. Одан кейін жарты шай қасық тұз қостым. Егерде одан кейін 2 лавр жапырағын қостым. Қалағандарыңызша дәмдеуіштер қоса берсеңіздер болады. Одан кейін 2 картопты осылай турап қостым. Тұзы жеткіліксіз болса, тағы да қосып жесеңіздер болады. Одан кейін картопымыз сәл қайнағаннан кейін, піскеннен кейін осындай капустамызды қосамыз. Өйткені капустамыз көп қайнамайды, сондықтан картошкамызды пісіріп алғанымыз дұрыс. Араластырып жібереміз де. Капустамызды 10 минуттай қайнатып алғаннан кейін, артынша осындай теркадан жіңішке етіп өткізілген қызылшамызды қосамыз. Бір қызылша қостық. Егер сәл бүтіні қалып кетсе, оны да сорпаға қосып жесеңіздер болады. Сонда сорпаларыңыз қып-қызыл болып шығады. Неге? Бұны да көп қайнатпаймыз. Енді қалағандарыңызша ас көк сеуіп шығамыз. Укроп, петрушка сепсеңіздер де болады. Қызылшамыз пісті. 5-10 минуттай пісіріп аласыздар. Мінекей. Өте дәмді болып шығады қыздар. Менің рецептіммен дәл осындай борщты пісіріп, отбасыларыңызды дәмді аспен қуантыңыздар. Ауызашарға міндетті түрде жасап көріңіздер. Жеңіл, ыстық тағам. Барлықтарыңыз менің рецептіммен жасаңыздар. Сіздерге ұнады деген ойдамын. Видеоны соңына дейін қараған болсаңыздар, лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Барлықтарыңызға ас болсын. Борщты осылай сметана немесе майонезбен жесеңіздер дәмдірек болады.